Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін әз Наурыз мерекесі тұсында осындай өте дәмді наурыз көже дайындаймыз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Жалпы наурыз мерекесі ең ежелгі мейрамдардың бірі. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтарда қола дәуірінде тойлана бастаған. Осы кезде сонымен қатар киіз үйдің де прототипі шыға бастаған екен. Наурыз көже осы наурыз мерекесінде қыстан аман есен шықтық деп, 7 дәнді дақылдан жасалатын, құдай тамақ ретінде әзірленетін тағамдардың бірі. Наурыз көжені әзірлеу үшін осындай 7 дәнді дақыл, яғни кукуруз жүгері, перловка, күріш, горох, қарақұмық, гречка, маш және тары қажет. Осы ингредиенттерге қоса қыстан қалған, сүрленген, кептірілген ет, пияз және де кеспе. Мен кеспеге чабрес қолдандым. Ал енді салқын суға етті салып, қазымен қайнатып аламыз. Еттің қайнауына 2 сағат уақыт кетеді. Міне бізде ет қайнады. Көбігін алып аламыз. Көбігін алғаннан кейін жаңағы пиязды майдалап турап қосасыздар. Ал енді ет қайнайым дегенше бізде уақыт бар. Біз жаңағы дәнді дақылдарды қуырып аламыз. Ең алдымен жүгеріні қызып тұрған табада қызарғанша қуырамыз. Жүгеріден кейін перловка. Міне тура осылай үнемі араластырып тұрыңыздар, тез күйеді. Одан кейін горохты да дәл солай қуырып аламыз. Қуырылған дәнді дақылдар тез піседі және де дәмдері ерекшеленеді. Машты және тарыны да қуырамыз. Баяу отта үнемі араластырып тұру арқылы қуырасыздар. Ал енді етіміз дайын. Етті сүзіп аламыз. Қазыны суытқаннан кейін холодильникке қойып қойсаңыздар, өте әдемі туралады. Енді ең ұзақ пісетін жүгері мен перловканы бірінші саламыз. Енді жүгері мен перловканың бір пісуі қалған кезде горохты және машты қосып, тағы да қайнатамыз. Баяу қайнағаны дұрыс. Наурыз көже өте пайдалы, себебі қайнатып пісіреміз. 7 дәнді дақыл, яғни 7 злаков денсаулыққа өте пайдалы. Ал енді біз дәнді дақылдарды пісуінің ретіне қарай салып жатырмыз. Соңында күрішті, қарақұмық, гречканы және тарыны саламыз. Достар, видеомды аяғына дейін көріңіздер. Осы видеома лайктарыңызды аямаңыздар. Баяу отта осы 7 дақылдардың бәрі піскенше қайнатамыз. Тұзын көруді ұмытпаңыздар. Ал енді баяу отта барлық ингредиенттер піскеннен кейін соңында кеспе саламыз. Менде чабрец. Негізінде кеспені салып, бір араластырып, отты өшіріп, қақпағын жауып қойсаңыздар да кеспе өзі пісіп қалады. Наурыз көжеміз дайын. Енді соңында алдында сүзіп алған етті турап, осы наурыз көжеге қосып араластырамыз. Наурыз көжені Қазақстанда, жалпы түркі халықтарының пісіру әдістері әртүрлі, бірақ менің әдісіммен пісірсеңіздер өте дәмді шығатындығына кепілдік беремін. Сол үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.
мен наурыз көжені осылай ұсынамын. Қосымша әркім талғамына қарай айран, қатық қосып ішсе де болады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.